Ну, всем объявляли, что это будет добровольно. Значит, должно быть так. Ақтөбеліктер індетке қарсы екпе алу ерікті түрде болғандықтан шешім қабылдауға асықпайтындықтарын жеткізді. Қала тұрғындары арасында ковидке қарсы вакцина алмағандар көп. Алайда бүгін сауалнама қатысқандардың басым бөлігі ресейлік вакцинаға сенім артатындықтарын айтады. Вакцина туралы өзім жаман ойламаймын, мен алдым өзім. Біріншін алдым. Қандай вакцина? Қадымғы российский. Енді келесі айға жазып қойып, 45 күннен кейінгі ма, келесі айдың 7-сінде Құдай қаласа екіншісін алам. Ауырсыну ешқандай болған? Ешқандай ауырсыну да болған жоқ, еш белгі де болған жоқ, температура болған жоқ. Өзім бірақ қорқып жүрдім кішкене. Алдым, алайын едім, мына кішкене өздеріңіз балдарымыз бар, жұмыс жасайды, олар алу керек. Сосын мен пробаға өзім салдырайыншы балалардан бұрын. Өзім қандай болады, қандай нәтиже шығады, содан кейін балдар салар деп өзім алып қорқпадым, жақсы жүріппен, пока маска тақпай жүріппен. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, бүткіл әлем мойындап отыр ғой сол вакцина алуды. Сондықтан вакцина алғанды дұрыс деп қолдаймын. Алдағы уақытта алуды жоспарлап отырмын. Еліміздің денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың сөзінше бүгінгі күнге дейін тәжвирусқа қарсы екпенің қос компонентін 1,5 миллионға жуық қазақстандық салдырған. Ал коронавируспен ауырып шыққандар арасында қайта жұқтырғандар саны 800-ге жеткен. Министр дертпен ауырғандар екінші рет ауырмайды деген жалған ақпарат дейді. Сондықтан індеттен сақтану үшін дер кезінде екпе алуы керек. Жақында емханадан шықтым, емделіп шықтым ковидпен. Положительно болғаннан кейін, сосын лучше вакцинация алу міндетті емес сияқты менің ойымша, керек емес. Жалпы ковидті бір ауырғаннан кейін екінші рет тағы ауыруы мүмкін деген ақпарат. Иә, ондай ақпараттар естіп атамыз, бірақ әркімнің организміне байланысты біреудің организм көтереді. Мысалы, жастардың организм кейбіреулер көтереді, кейбіреулер көтермейді. Сол сияқты вакцинация менің ойымша керек емес сияқты. Тұрғындардың алаңдауына негіз бар, себебі вакцинадан бұрын індет туралы ақпарат аз. Мамандардан тұшымды жауап болмағандықтан тарайтын қауесет те көп дейді. Кей ақтөбеліктердің сөзінше тарап жатқан жалған ақпараттың алдын алмағандықтан қорқыныш басым. Жаңа көбінесе алда ешқандай не болмайды, жаңағы қазір болмауы мүмкін ауру. Может, бір жылдан кейін последствиясы болады деп айтады, содан қорқамыз. Бірақ енді жан-жағымызды алып отырғандар бар, алғанда дұрыс деп ойлаймын. Әлі ой үстінеміз, информация жетіспейді бізге әлі дұрыс. Айта кету керек, вакцинаны алуды Израиль мемлекеті алғаш болып міндеттеген болатын. Қазіргі таңда бұл елдің жалпы халқы санының жартысынан көбі, яғни ересектердің 76% вакцинацияланды. Күні кеше израилдықтар дертті жеңуінің себебі екпенің арқасы деп тойлаған болатын. Енді халыққа толық міндеттеу үрдісіне Ресей елі де көшпек. Бір нысанда қызмет ететін адамдардың кем дегенде 60% екпе алатын болады. Ал қазіргі таңда Қазақстанда екпе алу ерікті түрде жалғасуда. Айгерім Есмырза, Жасұлан Жұбай, Тәулік.